Сонымен қатар осы президентіміз осы симпозиумда айтты ғой, ұлы даланың осы мәдени коды ол яссауи мұрасында жатыр деді аға. Біздің әкелеріміздің әкелері яссауи хикметтерін оқып жылап отырушы еді. Дивани хикметтерін. Соны жатқа білуші еді. Яссауиді кәдімгідей сөзімізге мысал қылып айтып отыруымыз керек қой. Ал енді біз әзір мына жалаң ұрандармен жүре берсек, яссауидің ауылы сол алыс болады. Қағаз күйінде қала береді дейсіз. Қағаз күйінде, жалаң ұран күйінде қала береді. Ол мысалы яссауи деген ол сіздің жүрегіңізге ұяламай, менің жүрегіме ұяламай, өзгенің жүрегіне ұяламай, яссауиді біз тани алмаймыз ғой. Халықтың көпшілігі яссауиді тану керек та, яссауиді қабылдау керек. Сол кезде яссауи жарқырап көрінеді. Мысалы өзіңіз айтып отырсыз ғой аға. Мысалы өзіңіздің әкеңіз, ата бабаларыңыз оның хикметтерін жатқа айтып отыратын деп. Мына совет үкіметі орнағанға дейін 30 жылдарға дейін Түркістанға барып келген адамдарға арнайы бірадар деген атақ берілуші еді. Бірадар деген сол сопылық жаңағы яссауи мектебінің өкілі. Мен нағашы атам Ақшал бірадар деген адам. Біздің нағашы атам сонда барып бірадар деген атақты алып қайтты. Бертінге дейін сол бірадар атағымен өмір сүрді. Елдің алдында өте беделді болды. Сол Ахмет Яссауидің жырларын, хикметін жатқа айтып жылап отырған адам. Сонда Яссауиға бару, Түркістанға бару, ол үлкен құрмет, зор атақ етті сол заманда. Сол уақытта, Біз бертінге дейін бірадар атағынан біздің нағашы атамның атынан қорқатын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін сіздермен ұлттың ұстыны сұхбат алаңында жолығып отырмыз. Бүгін біздің қонағымыз тарих ғылымдарының докторы, профессор Жамбыл Артықбаев ағамыз. Жамбыл аға, бүгін сұхбатымызға қош келдіңіз. Қош көрдік өздеріңізді. Осы жақында Жамбыл аға осы президентіміз өзі басшылық жасап, халықаралық деңгейде осы Астанада симпозиум өткізді. Оған ЮНЕСКО-ның осы деңгейінде өтті, халықаралық деңгейде көптеген тарихшылар, ғалымдар қатысты. Тақырыбы жошыл осы. Қазақ мемлекеттілігі осы Алтын Орданың мұрагері деген осы тақырыпта өтті. Негізгі симпозиумның тақырыбы. Енді аға осы туралы сұрақ қойсақ өзіңізге. Енді бізді Алтын Ордамен осы не байланыстырады аға? Сол туралы айтсаңыз. Рахмат, сұрақ өте маңызды. Сұрақ бұл енді көптің де көкейінде жүрген сұрақ болады ғой деп ойлаймын. Ертеден бері көтеріліп келе жатқан тақырып. Кезінде біздің ұстазымыз Әлкей Хақанұлы Марғұландар осы Алтын Орда дәуірін ерекше айтушы еді. Докторлық диссертациясы осы Алтын Орда дәуіріндегі эпикалық мұраларға, жырларға, тарихи жырларға арналған еді. Әлкей Хақанұлы Марғұланның алдында бұл дәуірге Шоқан Уәлиханов бабамыз, ағамыз қатты көңіл бөлді. Жаста болса сол Березиннің Алтын Орда бойынша тархандық грамоталарға бойынша жазғандарына осы тәпсір жасайды. Сосын Қадырғали Жалайри, Қадырғали Қосымбек соның Жәмият Тауарих еңбегіне Шоқан комментарий жасаған, тәпсір жасаған. Сондықтан да бұл маңызды тақырып. Біздің саяси элита осы тақырыпқа жақындап келгені маған да ұнайды. Әрине қазақ тарихында тек қана Алтын Орда емес, оның алдымызда Қарахан дәуірі сияқты дәуірлер бар. Ол да аса қызық. Және біздің ұлттық бірегейлігімізді қалыптастыруға, саяси бірегейлігімізді қалыптастыруға, жалпы түркілік іргетаспен мықты қарым-қатынастар орнатуға Қарахани дәуірі де жақсы. Бірақ енді дәл қазір уақытта енді Алтын Ордаға жошылысына қатты көңіл бөлініп жатыр. Симпозиум соның көрінісі. Тарихшылар енді өз қадірі келгенше қатысып жатыр. Оған әрине зерттелмеген, әлі жазылмаған тақырыптар жетеді. Құдайға шүкір.
өзің айтқандай бізді қазақты алтын ордамен не байланыстырып отыр дейсің ғой. Бірнеше салалы байланыс. Оның әрбіреуін жеке-жеке қарауға болады да, Аха. жеке-жеке қарастыруға болады. Әрбіріне жеке-жеке монография арнауға болады. Мәселен, саяси байланыс. Қазақ хандығы қашан өмірге келді? Біз әлі күнге дейін 1465 жылдар деп жүрміз. Бұл Мырза Хайдар Дұғлатидің жазғаны бойынша. Мырза Хайдар Дұғлати ол Моғолстанның әмірі болды, аталығы болды. Моғолстанның Жәнібек Керей бастаған қазақтардың Моғолстан шекарасына жақындаған уақыты, соны фиксация жасаған, содан бастап отыр. Бұл да Мырза Хайдар үшін түсінікті. Өйткені ол өзге көрші елдің элитасының өкілі. Ал қазақ аңыздарында қазақ хандығының өмірге келген жері деп мына Ұлытау мен Түркістанның ортасында Бетбағдалада Таңбалыжар деген жер бар. Соны айтады. Таңбалыжарды айтады. Таңбалыжарды мынау сыр бойының халқы сығанақтың жайлауы деп айтады. Білдіңіз бе? Бұл сығанаққа қарама қарсы. Енді сығанақ деп айтамыз ғой, Сунақ ата ғой, ертедегі Сунақ ата, Сығанақ қаласы. Бұл Ақ Орда заманында да, оған дейін де керемет, үлкен, сол заманның мегаполисі болған қала ғой. Және хан ордалары сол жерде орналасқан. Атақтана Барақ ханның Ұлықбек айтатыны бар ғой, менің атам Орыс хан салған мына құрылыстарды. Сен қалай бұл жерде иемденуің мүмкін деген сияқты. Бұл ғажап. Бұл енді мынау Дәшті Қыпшақтың айлағы деп те айтады шығыс әдебиетінде. Үлкен сол замандағы өте ірі мегаполис болған Сығанақ. Сол Сығанақтың жайлауы аталатын жер Бетбағдала болмақ, жалпы Бетбағдала қорқынышты болғанмен, дәл сол жер оазис енді, шын айтқанда. Сол жерде 1430 жылдары қазақ хандығының туы көтерілді, біздің аңыздарға қарағанда. Неге десеңіз, 1429 жылы Алтын Орданың соңғы хандарының бірі Барақ Оғлан деген атпен белгілі Барақ хан қайтыс болды. Ол Ноғай мырзаларымен соғысты. Алтын Орданың ханы болып тұрған уақытында Барақ Алтын Ордадағы сепаратизмді тоқтатамын деп Ноғайдың ата едіге тұқымы Мансұрды өлтірді. Мансұр биді. Мансұрбекті өлтірді. Ол Беглербек деген атағы бар. Енді Ноғай ордасын басқарып отырған сонда мықты билердің бірі еді. Соны Мансұрдың інілері, ағайындары, сол тістерін басып бүкіл Ноғай қауымдары Бараққа қарсы шығып, соны 1429 жылы өлтірді. Оның әңгімесі ұзақ. Қажы Мұхаммед бар, ана Сібір хандығының негізін салған, барлығы жабылып. Сонымен Алтын Орданың тарихы да сол Барақтармен бітеді, шын айтқанда. Барақ, сосын Кіші Мұхаммед дегені бар. Барақ пен Кіші Мұхаммед бір-бірімен кезектесіп биледі жаңағы Алтын Орданы. Кіші Мұхаммед кейін қазіргі Қазан хандығы деп айтамыз ғой тарихнамада. Қазан хандығы. Сол Қазан хандығының негізін сол Кіші Мұхаммед ұрпақтары салды. Ұлық Мұхаммед дегендері де болды. Ұлық жақын ағайынды адамдар еді, Ұлық Мұхаммед пен Кіші Мұхаммед. Енді Барақ ол біздің билеуші әулеттің негізін салған Орыс ханның тұқымдары ғой, немересі. Қазақ хандарының атасы. Қазақ хандарының атасы. Біздің қазақ хандарының насапнамасын санаған уақытында көбінесе Орыс ханды бәрі де біледі, одан кейін Барақты біледі. Мына біздің Ұлытаудан ары қарай Барақ көл дейтін атақты көл бар. Сол жерлерде ас береді, жаңа Таңбалыжар мен Барақ көлдерде ас беріп, сол аста Барақтың баласы Кіші Жәнібекті хан сайлайды. Біздің аңыздарымызға қарасаңыз. Кіші Жәнібек дейтін анау Алтын Орданы басқарған үлкен ұлы Жәнібек бар ғой, Әз Жәнібек хан. Әз Жәнібек хан. Сонымен шатастырмас үшін Кіші Жәнібек деп атаған. Біздің хан, қазақ хандығымыз. Біздің кіші. Міне Алтын Ордаға байланыстың өзі көрдің бе? Ана Кіші Жәнібек деп атауының өзі ана Әз Жәнібек байланыстырып тұр. Ол кімнің Кіші Жәнібек? Жәнібек. Ең кейінгі Кіші Жәнібек, көрдіңіз бе? Қисынның өзі, фольклордың өзі бізде текке жасалмайды да. Текке екеуінің бар. Екіншіден бізді байланыстырып тұрған жаңағы Барақтың фигурасы, енді Барақ Алтын Орданың соңғы хандарының біреуі. Ал енді Барақтың баласы Кіші Жәнібек қазақ хандығының алғашқы ханы. Көрдіңіз бе? Ақкигізге көтеріп, кәдімгідей хан сайлаған. Мынау қазақтың аңыз әңгімелерінде Керей хан жөнінде айтыла қоймайды, бірақ ана жазба деректерде айтылады.
әсіресе Мырзахайдар Дулатиде айтылады. Олар енді мынау хандық ту көтергеннен кейін параллель енді ана Шайбан Әбілқайыр да өзбек хандығының ие болды ғой енді. Содан біз бөлініп шықтық ғой, Ақ Ордадан бөлініп, олар өзбек болып, біз қазақ болып бөліндік. Көшпелі өзбектер дейді. Көшпелі өзбектер дейді. Таңбалжарда осы екі елдің ақсақалдары жылап қоштасты дейді бір-біріменен. Қалай болғанда да біз бөліндік. Өзбек туысқандарымыз Мауреннахрға кетті, жылжыды, сол жақта алды. Бірақ байланыс көпке дейін үзілген жоқ та, екі ортадағы байланыс. Туысқандық байланыс. Туысқандық байланыс. Өйткені өзбек өз ағам деген сол ма? Өзбек өз ағам деген сөз содан шығады. Өйткені мысалы рулардың Қоңыраттың бір бөлігі анда кетті, бір бөлігі қалды. Қыпшақтың бір бөлігі кетті, бір рулар бөлініп кетсеңші. Қалып қойды. Енді туысқандық байланыс. Екі ортада ұзақ уақыт әлі күнге дейін бұл қарым-қатынас бар деп айтуға болады. Сөйтіп Әбілқайырмен кішкене жанжалдасып отырып, ақыр түбінде ана Жетісу, Шудың төменгі жағында хандық көтерсең, жоғары қарай барып, Моғолстан шекарасына кіріп, Моғол хандарына да пайдалы болды. Өйткені қалмақпен жаугершілік болып жатты да, ойраттарменен. Жер алды сол жеріне. Сол жерден жерді берді. Енді қалмаққа қарсы, ойратқа қарсы қалқа болсын деп. Міне саяси жағынан бізді Алтын Ордамен байланыстырып тұрған осындай оқиғалар. Енді ол заманда мемлекеттің аты да атала бермейді. Көбінесе хандардың аталы, билеуші әулеттер айтылады да. Мысалы, өзбек атауы қайдан шықты? Өзбек ханнан шықты. Сол емес пе? Тұтас бір халық өзбек атанып жүр. Біздің өзіміз де кезінде өзбек қазақ атанып жүрдік. Жаңа өзбектің ішінде жүрдік. Сондықтан да бұл жерде билеуші әулет тікелей байланысты бізде Алтын Ордамен. Сосын Шоқанның бір жазатын әдемі бір жазбалары бар. Ол заманда енді Шоқанның жас кезінде, бала кезі ғой, ақсақалдар, қариялар жылап отырушы еді дейді Алтын Орданың заманындағы жырларды тыңдап. Білдіңіз бе? Алтын Орда заманындағы жырларды тыңдап, Алтын Орданың әлгі ыдырап, босып кеткен, сол уайымдап, жаңағы жерді еске алып. Яғни Шоқанның уақытында 19 ғасырдың алғашқы жартысында қазақ ортасында Алтын Орданың әңгімелері кәдімгі барлық бояуларыменен, барлық интонацияларыменен өмір сүріп отыр. Сол кезде аңсау болып тұр ғой, сол дәуірде. Аңсау. Шоқан айтып отыр ғой, енді сол қариялардың заманы өтті, жылап отырушы еді дейді, Алтын Орданың әңгімелерін айтып. Бұл жаңағы саяси жағы. Енді эпикалық жырлар екі ортада жүрген, ол енді санап, оны бір әңгімеде айтып беру мүмкін емес. Айтып отырмын, кезінде Әлкей Ханұлы Марғұлан сол қазақтың тарихи жырларына, қазақ тарихи эпостарына арналған докторлық диссертациясын жазды. Сол үшін кінәлі болды, сол үшін үкіметтің қуғындауында болды. 50-ші жылдардың ортасына дейін Әлекеңдерде тыныштық болған жоқ. Сол жаңағы тарихи еңбекті жазған үшін, диссертацияны жазған үшін. Ақыр түбінде әлі күнге дейін бізде сол еңбектің қағаз нұсқасы жоқ. Микропленкасы болу керек ана Мәскеуде Ленинка библиотекасында. Бірақ айтады, ол библиотекадан да Әлекеңнің, Марғұланның жаңағы докторлық диссертациясының микропленкасы жоғалып кеткен дейді. Әдейі жоғалтып жерді ме? Бір ғалымдардан естіп едім, Әлекеңнің өзі де жоғалтып жіберуі мүмкін. Өйткені сотталу қаупі болды да. Өйткені бізде 1000-да аман қалу үшін, соғыстан кейін, 1944 жылдан кейін бүкіл Алтын Орда заманындағы эпостар мен ЦК КПСС Мәскеу Кремль айналыса бастады ғой, барлығымен қудалау басталды. 1944 жылы татар зиялы қауымын репрессиялады, жаңағы ғалымдарын. Едіген неге көтердіңдер? Едіге ол орыстың қас жауы, анау-мынау деп, содан татар зиялы қауымын қырып салды. Одан кейін бізге Кенесарыны неге көтердіңдер, Абылайды неге көтердіңдер? Соғыс уақытында өздері рұқсат берген ғой. Ана соғыста ана қазақ жауынгерлерін, түрік халықтарының жауынгерлерінің рухын көтеру үшін рұқсат берген. Ал енді жаңа 44 жылдан бастап енді жеңіс Мәскеу жағында, Ресей жағында болатын белгілі болды. Сосын қара бастады, сөйтіп. Жаңа бізге де жетті, сол кезде Әлекеңнің өзі де жаңағы пленканы жоғалтып жіберуге
мүдделүү болуп деген әңгімелерді естимін да. Мен енді естігенімді айтып отырмын әлгі. Естіген негізі құлақта жоқ болып кеткен иә жоқ дейді. диссертациясы негізі Әлде бұл жерде тығылу тұр ма екен? Кітапханадан әдепте оңай жоғалмаушы еді, оны байқау керек қой деп ойлаймын. Кенесарының басы сияқты бұл жерде де сондай бір әлі де зерттейтін, әлі де анықтайтын мәселе бар. Енді эпикалық жырлар өте көп болды. Мен осы бертінге дейін қариялардан мына жартыбас деген әңгімелерді естідім. Кәдімгі өлеңмен, жырменен толғайтын. Мына бізде мына Ақмола, Қараөткелдің аға Ерейментау деген жер бар ғой. Ерейментаудың ар жағында Ақкөл жайылма деген жер бар. Ерейментау менен Екібастұздың ортасы. Әулие Ақкөл деп те айтады. Бұл әулие Ақкөл Шайбан ордасы, Шайбан ұлысы дейтін ұлыс бар ғой, соның орталығы сол Ақкөлде болған. Соның ана мавзолейлерін алғашқы тапқан мен, Қараоба деп аталатын жерді ақырындап қарап едік, сол орта ғасырлық қалашық бар екен. Сосын жаңа кесенелер әдемі, енді әдемілік жағынан оны сипаттауға енді мүмкін емес. Мен осы әңгімені пайдаланып, мына Павлодар облысы әкімшілігіне, сол жақтың мәдени ғылыми қауымына айтатын өтінішім бар. Жаңағы Ақкөл жайылма қорық жер болу керек. Жаңа кесенелер қалпына келтірілу керек. Өйткені түгел орында, оның ана әдемі жаңағы нелері, кірпіштерінің барлығы сол қалпында жатыр. Өкінішке орай Шайбан ұлысы дегенді түсінетін зерттеушілер қалмай қалды ол жақта. Абайға қариялар жоқ. Ал жаңағы қариялардың соңғысын мен көріп едім. Кәдімгі домбырамен алтын орда заманындағы жырларды айтып отырады, жаңағы жартыбастың хикаясы дейтін әңгімелерді айтып отырады. Ол нағыз алтын ордалық жыр. Көрмейсіз, Шайбан ордасында дәстүр, Шайбан ордасының қалыптастырып кеткен дәстүрі бертінге дейін, біздің заманымызға дейін сақталды. Жеткен. Енді үшінші бір бағыт бар, алтын ордамен бізді балаға байланыстырып отыратын. Бұл енді руханияттың ең жоғарғы шыңы, Яссауи ілімі, Яссауи мектебі, Яссауи өрнегі алтын ордамен бізді байланыстырып отыр. Енді жаңа әдебиет жөнінде айтқанда ұмытып кетіппін. Мынау алтын орданың жазба әдебиеті де бертінге дейін бізге әртүрлі ауызша дәстүр арқылы да, oral tradition. Сонымен жазба нұсқалар арқылы да келді де, сол заманда айтылған әңгімелер, сол заманда айтылған жазбалар. Мысалы, ана Сайф Сарайдың ана Гүлстандары біздің қариялар бертінге дейін жырлап айтып отырды. Анау Хорезми дейді. Хорезмидің мұхаббатнамасы, оған аса қуғындау болған жоқ, ол ел ортасында жүрді Хорезми. Хорезми деп айта береді, негізінен сырдың осы оң жағалауындағы адамдар өмір сүрген. Ол кәдімгі қазіргі мына біздің Қызылорда облысының территориясының аумағында. Я болмаса сол алтын орда заманында өмір сүрген атақты тарихшы Өтеміс қажы деген болды. Өтеміс қажы. Өтеміс қажының Шыңғыснамесін осы бертінде аударып ғылыми қауым пайдаланып жүрміз. Шын мәнінде ол Өтеміс қажының жазып отырған Шыңғыснамасы дәптер түрінде ол бізде де сақталған. Кәдімгі біздің қазақтың қарияларында бертінге дейін сақталды. Кәдімгі көшірмелер. Біз оны қайтадан аударып, сөйтіп жаңа қиналып жатырмыз ғой. Шыңғыснаме деген біздің шалдардың дәптерлерінде сақталды. Дәптерден дәптерге көшіре бергендіктен дәптер дәстүрі деп атап кеткен ғой. Дәптер. Дәптер деген сөздің осы түрік тіліменен түсіндіруге болатын сөз екен. Осы өзім таң қалып жүрмін. Ана менің сөздігім бар ғой, ана көне қазақ тілі деген, ancient Kazakh language. Тері деген тері. Енді алғашқы бетте қағаз емес теріні пайдаланған ғой жазуға. Тері. Ал дәп деген сол өңделген. Мына дабы дейді. Қазақта бар ғой, өңделген. Дабы тері. Өңделген тері. Сонымен де байланысы бар дейсіз ба? Сонымен байланысы да болуы мүмкін. Осы жақындаған осыны бір оқып қалдым, бір жігіттер ана этимологиясын жасап жатыр екен. Сол дәстүрлер жүрді. Ал енді Яссауиға келетін болса, Яссауи арнайы жеке тақырып. Яссауи жалпы бізді Қарахан дәуірімен де байланыстырады.
бізді алтын ордамен де байланыстырады. Біздің мынау 20 ғасырдың басына дейінгі болмысымызды, рухани болмысымызды түгендеуге яссауи бірден бір кілт. Енді мен 19 ғасырдың бүкіл біздің атақты ірі ақындарымыздың барлығы яссауи мұрасының жалғастырушылары негізінен. Ана Шортанбайлардың поэзиясын бәрін алып қарасаңыз, әсіресе зар заманда яссауиға еліктеу бар. Ал енді таза әдемі нұсқаларды, яссауимен үндес нұсқаларды мен Бұхар жыраудан көрдім. Жалпы Бұхар жырау мен яссауиді салыстырып отырып зерттеу, Бұхар жыраудың толғауларын яссауидің хикматымен салыстырып отырып зерттесек, ғажап дүние шығар еді. Бұған бір арнайы зерттеуші керек, бұл бөлек бір әңгіме. Өйткені ана толғауларды келтіріп отырып, яссауидің хикматын келтіріп отырып, салыстырып оны жеке әңгіме қыламыз, жарай ма? Жеке алашса. Алла бұйыртса. Ал енді яссауи ілімін біз көбінесе мына Түркістанмен байланыстырамыз. Соңғы уақытта мына Маңғыстаудағы әулие жерлер бар ғой, 362 әулие. 362 әулие. Ол жерде, мәселен Маңғыстауда Баба Түкті Шашты Әзиз деген екі ескерткіш бар. Бір жерде тұр. Біреуін Баба Түкті дейді, екіншісін Шашты Әзиз дейді. Әлі күнге дейін жергілікті ел болып зиярат жасап, құрбандық шалып, Созақта да бар, Баба Түкті Шашты Әзиз. Созақта да бар. Созақта. Ол жерден Баба Түкті Шашты Әзиз дейді, кәдімгідей. А Маңғыстауда Баба Түктісі бөлек, Шашты Әзиз бөлек. Арасы 1-2 шақырым шығар. Сондай. Баба Түкті Шашты Әзиз яссауи ілімін осы мына еуразиялық үлкен далалық кеңістікке таратқан ұлы ғұламалардың біреуі. Және өзі қасиеті бар, сондай адам болса керек. Енді Баба Тұқылас деп атайды. Баба Тұқылас дейді, Баба Түкті Шашты Әзиз дейді. Мына Өзбек хан заманына дейін Алтын Орданың халқы исламды мойындай қоймаған ғой. Жалпы исламның қазақ жерінің шекарасына келгені сол 8 ғасырдың енді ортасы. 715 жылдардан басталады деп айтамыз ғой енді. Бірақ енді халық бірден қабылдай қоймаған. Берке хан заманында, Батудан кейін Берке болды ғой енді. Алтын Орданың екінші ханы Берке. Өзі екеуі ағайынды ғой. Жошының балалары бұлар. Енді Жошы ұлысы біздің Ұлытаудан басталады ғой, орталық Қазақстаннан басталады. Бұл жерде Орда ежен иелік қылып қалдыдағы үлкен ұлы ғой, Орда ежен Жошының үлкен ұлы. Бату біз жаңа жұртты аламыз, жаңа жерде Орда көтереміз деп 7 жылдық соғысқа аттанды дағы, содан мына Еділ жайықтың арасында, Еділдің бойында сол жерде ту көтерді ғой, жаңа Алтын Орда содан басталады, Батудан басталады ғой. Беркенің заманында талпыныс болды, исламды қабылдаймыз деген. Бірақ енді халықта тұтас еріп кете алмады, жаңағы Беркенің ұсынысына. Сосын келген енді исламды насихаттаушылар да енді дәл сондай бір халыққа әсер ете алмады ғой деп ойлаймын. Ал енді Өзбек ханның тұсында енді Алтын Орда өзінің даму апогейіне жетті. Алтын Орда, Алтын Орда. Сол 1350 жылдардың басы ғой, 1340 жылдар. Өзі Өзбек хан 30 жылдай билік құрды Алтын Ордада. Ең бір ұзақ билік құрған адамдардың біреуі. Сосын бүкіл Европа танымаған ел жоқ қой, барлығы Өзбек ханды мойындады. Ал енді Берке заманында бұлар да сондай бір әрекеттер жасады. Мәселен, ана Мысырмен байланыс жасап, Сұлтан бейбарыстармен, қарым-қатынас орнатып, екі ортада елшіліктер жүріп, құдалықтар жүріп, сондайлар болды. Бірақ қалай тіпті ана бейбарыс Қырымда Еуропаның енді батыс бөлігі деп есептейміз, шығыс бөлігі деп есептейміз. Алғашқы мешіт салған бейбарыс қой енді. Сол Берке заманында сондай бір мұсылманшылықты кіргізудің үлкен әрекетінің біреуі ғой. Бейбарыс мешіт дейтін мешіт сол Қырымда салынды. Қазіргі күні қирады, енді орыстарға ол керек жоқ. Содан қазір іргетасы ғана тұр. Осыны кейде біз Қазақстан
сол жалпақ шешеленіп кейде анау Египет Мысырға барып жаңағы бейбарыс мешіті деп соған бір қаржы бөліп жатамыз ғой, иә, Дамаскіге иә болмаса. Мен ойымша Қырымға бөлу керек еді да. Қырым татарларына бір көмек жасауымыз керек еді. Ана бейбарыс мешітінің іргетасы ғана тұр. Кезінде заманында бар ғой, ақ мрамордан салынған керемет мешіт болған ғой. Бейбарыс салды, сосын қалауын жалғастырды. Өзі бейбарыстың да қалауының тағдыры сол Қырыммен тікелей байланысты. Сондай, содан Өзбек хан, енді бұл әңгімелерді жаңа айттым өте қысқаша, Шыңғыснамасында, Шыңғыснамада ғажап баяндайды, әдемі баяндайды. Сондай бір мұсылман елінен дейді, Түркістаннан 4 сондай жаңа ислам дінінің өкілі келді дейді. Біреуінің аты Баба Түкті Шашта Зизет дейді. Алтын Ордаға, иә? Иә, Алтын Ордаға. Енді сарайға жаңа. Иә, сарайға. Содан ана жергілікті бақсылар көп. Олар енді хан сарайының жанына келіп отырады ғой. Жергілікті өзінің хан сарайында билік жүргізіп қойған бақсылар көріп, жаңа ханға арыз айтты дейді. Мынау жаңа дуаналардың көзін құртыңыз. Оңбаған болар дейді. Анау мынау деп жаңа жамандап. Сосын хан айтты дейді, шақырыңдар, сөйлесейік. Содан Өзбек хан, иә? Өзбек хан. Сосын шамасы әңгіме ұнаған болу керек. Өзбек хан оның алдында бір күмәні бар еді дейді. Жаңа бақсылыққа. Содан айтты дейді, енді сендер де кереметіңді көрсет, бұлар да кереметін көрсетсін. Сынайым деп. Қай асқаның мықты болғанын соған біз көшейік. Бұлардың айтып отырғаны мұсылмандық болатын болса, бұлардың құдіреті асып, қасиеті асып тұрса, мұсылман болайық. Жоқ, сіздердің қасиеттеріңіз асып тұрса, біз сол баяғы тәңіршілдігімізбен қалайық деп айтты дейді. Содан ханның уәзірлері біреулер айтады ғой, бұлардан пешке кіргізейік. Ол заманда мынандай кірпіш құятын пештері болады, биік кәдімгідей. Біздің Түркістан жақта әлі де бар, сол жақта. Содан кіргізді дейді, анау бақсылардың үлкенін, сосын мұн жағынан Баба Түкті Шашта Зизет. Енді өтеміз қажы әдемі жазады осында. Жаңа Шыңғыснамада. Баба Түкті Шашта Зизет жаңа сауытын киіп кірді дейді. Сауыты бар екен дейді. Батыр болған ғой. Батыр болған болып тұр ғой, иә? Жай ғана діни уағызшы емес. Батырлық сауытын киіп шықты дейді. Содан екі пеште де отты жақты. Екеуінде кіргізіп жерді. Баба Түкті Шашта Зизет Алла, Алла деп жаңа жерде кірді дейді. Аналар да, бақсылар да бірдемені сарнап кірді дейді. Бірақ та бақсының жан дауысы шықты дейді, жаңа күйген өлдім деген. Баба Түкті Шашта ештемеді жоқ, бірақ есіктің алдынан есігін ашса, Баба Түкті Шашта Зизет түкілі жоқ, ана түктері жаңағы шаштар ана сауыттың арасындағы тікірейіп кеткен екен дейді жаңа жерде. Анау балқып кеткен ғой сауыт. Иә. Зікір салып отыр дейм ма? Иә, зікір салып отыр дейді. Содан Өзбек хан мына мұсылмандықтың, исламның құдіреті күшті екен. Ана бақсандай болды. Деп исламға ден қойған содан екен дейді. Өзбек хан, дін өзбектен қалған деген. Иә, дін өзбектен қалды деген әңгіме сол. Ал енді басқа бір шежіре кітаптарда Сейіт ата деген ата болды дейді. Сол кісінің үгіт насихаты өте күшті әсер етіп еді. Өзбек ханды көп оқытып еді. Бұхараға алып барып еді, Самарқандқа алып барып еді, Түркістанға алып келіп еді. Сол жақта көп оқып еді. Сосын Өзбек ханның исламды қабылдағанын деп Сейіт ата деген үлкен бір ғұламаны айтады. Ол кісі Яссауи шейхтарынан ба? Яссауи шейхтарынан. Сосын Сейіт ата Өзбек, жаңа Сұлтан Өзбек хан барлығы осы Түркістанға келе жатқан уақытында соларға ерген халықты өзбек атап, ермеген халықты қалмақ атап еді деген әңгіме бар. Қалмақ деген атау қайдан шықты деген уақытында сол Өзбек ханға ермей қалған, мұсылмандықты қабылдамай қалған. Қалып қойды деген мағынада қалып тұр, қалмақ деген. Қалып қойды деген. Бізден деген. Енді жалпы қазақ исламға дейінгі мәдениеттің барлығын қалмақ деп атай береді. Исламға жалпы. Енді қазіргі қазақ ғалымдарының ішінде маған Зікірия Жандарбек досымның
зерттеулер ұнайды бұл бағыттағы. Мен ана Зекеңнің ана Яссауия мен Нақшбандияды бір-біріне қарсы қойғаны қатты ұнамайды, шын айтқанда. Ол жасырмай айтайын. Зекең өзі көріп отырса. Ал енді жаңағы Яссауия ілімінің Алтын Ордаға тараған тарихын жақсы жазады. Енді ол жерде ол тағы да басқа жаңағы Баба Түкті еріп келген басқа да үлкен жаңа тұлғалар туралы жазады. Олардың әсері, руханиятының әсері. Енді мына көрдіңіз бе, Өтеміс Қажы Шыңғысханмен жазған уақытында. Ол енді мына қазақи ауызша дәстүр дейміз ғой, фольклор. Енді соған көп сүйенген. Бұл енді кәдімгі қазақи шежіренің нұсқасымен жазылған нәрсе өзі. Өтеміс Қажыда мына қазіргі Қызылорда жері ғой, сол жердегі ескі ордалары. Шіркін сол жерде жаңа Өтеміс Қажыға бір ескерткіш қойып қояр ма еді, қандай әдемі болар еді. Ол фольклорлық ана ауызша мұраны көбірек пайдаланады. Соның ішінде жаңағы аңыздық, осы аңыз, аңыздық, мифтік. Бұл аңыз бірнеше жазбаларда бар, өзіне? Бар. Мифтік әңгімелерді мифтендіру, мифологизация дейді. Мәселен, Абылай ханды 18 ғасырдың тұлғасы, бүкіл әр қадамы белгіленді, тарихи деректерде сайрап тұр Абылайдың өткен өмірі, бәрі жолы деген сияқты. Бірақ соның өзіне адам таңғалатын мифологиялық сюжеттерді қосады Абылайға қатысты. Мәселен, Ақбураның сюжеті. Абылайдың Ақбурасы дейді. Киесі ма? Киесі. Біздің Бурабайдың тауының бірі Бура ғой, Бура тауы ғой. Сол жерде жүреді екен дейді. Бірақ оны көрген адам жоқ. Үлкен бір жорыққа аттанарда дайындықтың кезінде көрінеді екен дейді. Соны Бұқар жауды шақырып алып, сәуе көріп бір дейді екен. Бұқар жау сонда айтады екен, Ақбура былай қарай шабынып жатыр. Шап солай қарай деп жаңа жерде. Болмаса Ақбура басын төмен сүріп сұлық жатыр. Бұл жол жорық болмайды. Соған қарап жасалады. Әскерінде тарат, ешқайда аттанба десе, аттанбай деген. Сонда Ақбураны көрген адам жоқ былайша. Ақбура бұл жерде символ болып тұр да. Мемлекеттіліктің символы, рухтың символы болып тұр да. Қасым төре Абылайдан қалған билікті сақтап қала алмады деген мағынада айтылған сөз. Білдіңіз бе? Жалғастырып әкете алмады. Ел үміт күтіп еді деп. Одан кейін Кенесарылар шықты, бірақ Ресей енді қарсылас болды. Кеш болып қалды. Олар басып алды уже. Кеш болып қалды. Сондықтан бұл жерде Ақбура символ, мифологиялық символ, тотемдік символ. Оны алғанда Абылаймен байланыстырған. Көрдіңіз бе? Сол сияқты жаңа Баба Түкті әңгімелерінде де мифтік сюжет басым. Бірақ шын мәнде бұл тарихи тұлғалар болған. Бірақ қасиеті бар, мықты жан болғанына ешқандай да күмәнім жоқ. Бүкіл біздің қазақ батырлық эпосында Баба Түкті жүр. Сол батырлардың желеп-жебеуші ретінде. Соғысқа шапқанда содан медеттілеп сыйнады ғой. Соның бәрі Алтын Ордадан қалған эпикалық. Алтын Орда дәстүрі. Жалпы біздің елдік дәстүрлерімізді ана Алтын Ордаға дейінгі онша біз біле қоймаймыз. Енді бізде тарихшылар бірдемені жазып жүреді, ана ол түрік қағанаттары дәуірі, ғұн дәуірі. Енді ол заманда да ат үстінде жүрген халықпыз ғой. Ол заманда да ерлігі жететін ерлігі болған ғой дала азаматтарының. Бірақ енді бізге жақын модель бұл енді Алтын Орда. Біздің эпикалық мұрамыз Алтын Орда. Сол мұраны пайдаланып жатырмыз. Сол мұрадағы жүрген қаһармандардың барлығы да сол Баба Түкті дегенде тік тұрады ғой жаңағы. Барлығы сол кісіден медет сұрайды, сол кісіден бата сұрайды, сөйтіп жүреді. Біздің анау енді Алтын Ордамен не байланыстырады деп тұрық қой. Мына біздің салт дәстүрлеріміз, эпикалық жырларымызды айтып отырсыз Алтын Орда дәуірінен қалған деп. Салт дәстүрлерімізді, билер институты, билер. Соның бәрі сол Алтын Орда дәуірінде қалыптастымаға осы қазақтың дәстүрлері, ғұрып салт дәстүрлері, сенімдері. Негізінен енді біздің дәстүрлеріміздің көпшілігі көнеден келе жатыр ғой. Көнеден келе жатыр. Шоқан Уәлихановтың да айтқаны бар, ана қазақтың әлгі жеті жарғы заңдары дейміз ғой. 19 ғасырдың ортасына дейін, 1860 жылдарға дейін біздің қазақ жерінде тұрған орыстардың өзі біздің әдет ғұрып заңдарымызға бағынды ғой. Өйткені олардың ана империялық заңдары, бюрократиясы өте күшті болды дағы. Оған
ешкім де барғысы келмейді. Сондықтан да бәрі қазақтың билеріне барады. Билер сотына барды деген бірнеше дерек бар дейді ғой Шоқан, сол Бі, ғой. а. Билер әділ шешкен дейді Иә, аға. әділ шешкен, волокита әлгі созып жіберу жоқ, бюрократия жоқ, келді шешіп береді. Мировой сот ақшамен дейді. Иә, ана жерде ақшасы бар, неше түрлі полисі бар. Сондықтан да Керемет нәрсе аға, Иә. осы. Иә, сондай, соны айтады ғой, бұл заңдардың өмір сүріп жатқанына мыңдаған жыл дейді. Шоқан айтады, мыңдаған жыл. Сондықтан ол орыстың заңына ондай берілмейді. Биік жоғары тұрған. Биік жоғары тұр. Тамыры мықты. Тамыры мықты. Құра биде туған жоқ деген аға, иә. Неше түрлі ережелер ғой. Ережелер. Қазір енді мақал мәтелде сақталды ғой. Мен жеті жарғы кітабын негізінен мақал мәтелден құрастырдым ғой. Өйткені жазба өзінің нұсқасы жоқ қой. Сол сондай мұра ғой біз Алтын Орда. Бірақ енді Алтын Орда кезінде бұлардың барлығы мыңдаған жылғы жаңа жинақталған дүниенің барлықтары белгілі бір ережелерге түсті да. Белгілі бір форматқа түсті. Енді империялық формат дегенмен бір белгілі бір ережелерге түсті дағы. Сол арқылы, соның арқасында бізге жетті. Бұл аморфты шашылған эмпирикалық білімдердің жинағы емес, кәдімгі ғылыми ережелеген сондай бір нормалар, ережелер түрінде жетті. Мына көптеген шығармаларда айтады, әсіресе біздің Құрбанғали Халидтің еңбектерінде осы мына Әз Жәнібек хан заманына байланысты. Өзбек ханнан кейін Әз Жәнібек қой, және Алтын Ордада. Осы Әз Жәнібекті Әзиз Жәнібек, енді әділ Жәнібек. Бұл заманда дейді ғылым өте дамып еді дейді Алтын Ордада. Ғылым, білім өте жоғары деңгейге жетіп еді. Бүкіл әлемнің ғалымдары сол Алтын Орда қайдасың, Әз Жәнібек ханның сарайы қайдасың деп сол жерге келуші еді. Сол жерде жұмыс істеуші еді. Сосын ғылым білімді. Иә, Алтын Орданың өзінің бектерінің балалары жаңағы ұстаздардан көріп, оларды дамып еді, өсіп еді, не бір ғұламалар шығып еді деп жаңағы жерде Құрбанғали Халид, ол енді Алтын Орда тарихнамасында жақсы білген адам, не татар ғой бұл кісілер. Бір жағы татар, түпкі жұрты хорезм екен. Сондай жазады. Сосын бізде мындай бір соңғы кезге дейін болашақта бұл өзгереді ғой деп ойлаймын. Біз көбінесе Алтын Орданы тек қана еділ бойымен, мысалы біз енді сарайшықты ғана, аздап енді Түркістан, Хорезм, соларды ғана Алтын Орда деп қарастырдық дағы. Далалық өңірде Алтын Орданың тұрақты мекендерін зерттеу, үлкен тұлғаларын, Алтын Ордалық заманның үлкен тұлғаларын қарастыру деген ғылыми қарастыру болған жоқ. Мысалы, мына біздің енді Есіл өзенінің жағасында отырмыз екеуміз қазір, иә? Есіл өзенінің орта ағысында, біз енді бас жағында отырмыз ғой, мына жер ғой, Есілдің шығатын. Орта ағысына қарай Зарбабана дейтін қасиетті жер бар. Хантөбе дейтін төбе бар. Есіл ауданы деген аудан осы біздің Ақмола облысының. Есіл ауданының жаңағы Свободный деп совет заманында атап жүрген бір ауыл, совхоз болған ертеде. Сол Свободныйға барсаңыз, сол жерде шағын өзен жатыр. Өзеннің әрі қарай ассаңыз, өзеннен әрі қарай үлкен бір төбені көресіз, хан төбе деп аталатын. Сол хан төбенің үстінде Зарбабана тұр. Ескі замандағы оба. Соны Әзіреті Сұлтан Ахмет Яссауи бабамыздың ұрпағы дейді. Мен ана жылы осы Түркістандағы Ахмет Яссауи мұражайы соларға хабарласып, музей қорыққа хабарласып, соның азаматтары келіп кетті. Жергілікті сол жақта ғана молдаларға бәріне де айтып қойдым, жылына міндетті түрде зиярат жасап отырыңыздар. Сол зиярат практикасын жасайық, қайтадан жаңғыртайық деп. Енді білмеймін қалай болып жатқанын. Былтыр Хабарласты ауданының молдасы барды, халықтың ақсақалдардың бәрін жинап апардым, сіздің айтқандарыңыздың бәрін қайталадым, түсіндірдім деді. Енді бірте-бірте жергілікті халық соны
осы бастаманы жүргізсе ары қарай кетіп қалады, жақсы болады. Енді жаңа билер туралы айттың ғой. Иә. Билер билігі деген мәселемен алтын орда заманындағы біз арнайы айналысуымыз керек. Бұл тақырып мен енді былай жалпы зерттеліп жатыр ғой. Бірақ мындай бір мәселе бар да. Мәселе едігеге барып тіреледі. Едіге би ғой. Біздің эпостарымызда едіге би. Оны біресе батыр деп те атайды, басқа деп те атайды. Бірақ едіге негізінен би. Едіге деген ер екен, елдің қамын жер екен деп айтады. Енді осы жаңа өзің айтқан жаңағы сөздің елдің қамын жер екен деп. Осыған байланысты да менің бір күмәнді ойларым бар. Әлі зерттелмеген, әлі нақтыланбаған. Едіге алтын орданың құлауына себепкер адамдардың біреу. Едіге мен Тоқтамыс арасындағы наразылық, едіге сол Тоқтамыстың нөкері болып жүрген адам ғой. Соның биі болып жүрген адам. Тоқтамыс едігенің өзі көзге түсетіні, өзі бала кезінде балалардың ортасында отырып билік айтатын көрінеді ғой. Сосын бірте мына бала билікті жақсы айтады екен деп батырлар келіп жаңа жерде әртүрлі істеріменен сол едігеге келеді екен дейді. Ақыр түбінде әңгіме Тоқтамысқа жеткен екен де Тоқтамыстың биі нөкері болған екен дейді едігенің. Кейін екі ортада наразылық болды. Ақыр түбінде едіге Ақсақ Темірге барып, Сатемір хан дейді ғой едігенің жырында. Содан пана тапты дағы Ақсақ Темірдің әскерін бастап Тоқтамыспен соғысты. Темір Мәлік бар, осы едіге бар. Ақыр түбінде алтын орданың түбіне жеткен осындай бір жаугершіліктер ғой өздері. Рас қой. Иә. Бұл енді алтын орданың бірінші Тоқтамыс ханды негіз Әмір Темір қолдайды ғой бірінші. 2-3 рет әскер қосып береді. Дұрыс айтасың. Сыры неге қайта оны қолдап тұр? Алғашқы бетте Тоқтамысты қолдады. Орыс ханға қарсы қолдады. Жеңілді, Орыс хан ол кезде енді бүкіл Дәшті Қыпшақты былай күшті болып тұр. Мықты болып тұрды. Өзі Темірге жазатын хаты бар ғой. Мына Дәшті Қыпшақты сен шұқылай берме, тиіспе дейді. Бұл толқын, миллиондаған толқын сені басып кетеді, тасбақаны шығарады дейді жаңа жерде. Сосын енді Әмір Темір тікелей Орыс ханға шығуға қаймығады, қорқады. Бірақ Орыс ханға қарсы жаңа Тоқтамыс ханды дайындайды. Білдіңіз бе? Тоқтамыс жас оғлан ғой. Әкесі мынау Маңғыстаудың ұлыс сұлтаны болған екен, Маңғыстау жақта. Ол жерде Маңғыстауда кезде түрікмен отырған, түрікмен мен қазақ аралас отырған ғой. Содан әкесін Орыс хан өлтіреді ғой. Түйеоғлан неге бір Орыс хан бір жорыққа шыққан уақытында қосылмай әскерге. Енді соған ашуланып. Иә. Содан Тоқтамыс жан сақтап Ақсақ Темірге кетеді. Ақсақ Темір оны дайындап Орыс ханға, кейін Орыс ханның балаларына қарсы салып сөйтіп отырады. Билер институттары болды. Хандық билікті шектейтін институттар, бұлар өте керек. Өйткені билер белгілі бір елдің өкілі, көсемі. Халықтың, халықтың. Соқтан да бізде көзі әскери демократия сол билердің арқасында ғана іске асып отырады, шын айтқанда. Бұлар хандарға сондай авторитарлы билік орнатуға кедергі жасап отырады. Шектейді, ауыздықтайды. Ол кез келген шаруаны билердің келісімімен ғана іске асыруға болады. Билер енді қазіргі заманмен айтсақ, аудан, облыстардың әкімдері. Ол үлкен ұлыс деңгейінде де билері болады. Жаңағы ұлыстың ішінде ру тайпаларында биліктері болады. Енді ру тайпалар қазіргі заманның енді ауданы, облысы деп есептесек, уәлаяты деп есептесек, бұлар енді әкімдер. Соның бірге бұлар билік істерінде қатар жүргізе береді. Өкінішке орай көптеген билер, олардың тіршілік шешімдері ұмытылды дағы. Біз бірнеше ғана тұлғаларды білеміз ғой. Мәселен 18 ғасырда Қазбек, Төле би, Әйтеке би деген сияқты, Қара жігіт би деген сияқты. Шын мәнінде бұлар бірнеше сатылы корпорация. Мысалы, ең үлкен төбе билер 19 ғасырдың
сол 20-шы жылдарына дейін келді. Мгм. 20-шы жылдарына келді. Сосын жойылды. Жалпы ана Мәшһүр Жүсіптің аңызда жазбаларына қарасақ, Әмір Темір көреген деген несі бар ғой, жазбасы, аңыздар енді. Сол жерде Әмір Темірді әулие ретінде сипаттайды ғой, жазады ғой Мәшһүр Жүсіп. Иә, сосын бұл енді үйінде отырып дейді, құлшылық жасайтын еді дейді ғой енді. Сөйтіп жүрек көзі ашылған әулие болады дейді. Түнімен құлшылық жасап шығатын еді дейді. Басын жастыққа тигізбей дейді. Үйінде отырып Хызыр пайғамбардың қай дүниенің тарапында жүргенін көретін еді деген не жазады ғой. Сондай әулиелік деңгей қасиет тұлға ретінде жазады да. Одан мынау орыстарға баратын кезде дейді, қай жорыққа барса да, сол Хызыр алейхиссалам дейді, несінде жүретін еді дейді, шылауында дейді. Орысқа барған кезде сол кетіп қапты дейді да. Соң орыс, яғни менде орыс шабуымды ол қаламай тұр екен ғой деп, Хызыр алейхиссалам деп бет бұрып кетті дейді. Бұған не дейсіз? Енді Мәшһүр бабамыз Бұхарада көп болған адам. Самарқанд, Ақсақ Темір дегенде орталығы болды, астанасы болды. Бірақ Бұхарада сол маңайда. Мәшһүр сол Ақсақ Темір заманында өмір сүрген ана Мір Әлішер, Сағаддин Тат-Тазани сияқты ғұламалардың еңбектерімен өскен. Мәшһүрдің қағаздарының арасында Тат-Тазани айтты, Мір Әлішер айтты деген неше түрлі ғажап сөздер жүр. Сондықтан да Ақсақ Темірге байланысты орталық Азияда мәуереннахрда айтылатын әңгімелер Мәшһүрдің кітабынан табылуы заңды. Бірақ Ақсақ Темірдің қасиетті адам екендігін, қабілетті адам екендігін Мәшһүр жазады. Тегін емес. Оның ана билікке жету жолындағы әңгімелері, оны жазады, оның қаталдығы. Сосын оны бағыттап отырған жаңағы ислами жаңағы жерде қожа әулеттерінің өкілдерін де жазады Мәшһүр. Яссауи шейхтар. Иә. Ақсақ Темір ол кездейсоқ пайда болған құбылыс емес. Оның ар жағында орталық Азияның интеллектуалдық жаңағы көсемдері тұр. Интеллектуалдары тұр. Яғни ол керек болды да өз заманына сондай тұлға. Сондықтан мен Мәшһүрді сол ортаның жаңа айтқан бізге жеткізуші деп есептеймін. Өз басым Едігеге де Ақсақ Темірге де байланысты таза тарих есебінде ғана баға бере аламын. Адами тұрғыдан баға беру өте қиын. Қарама қайшылықтары көп. Бұл енді Мәшһүр Жүсіптің тағы бір несінде бар ғой, аңыздарында жазады ғой. Сол Бұхара шәріптегі бір әулиенің баласы не жасап қойды дейді да, бір қылмыс. Сол кезде оны ханның адамдары ұстап алды деген аңыз ғой аға. Сол кезде Әмір Темірдің ханның адамдары ұстап, әулиенің өзіне апарады ғой баласын. Соң әулиенің өзіне әкелгеннен кейін бұны маған қалдырыңдар деп жібереді дейді әскерін. Ертең алып кетесіңдер, берем деп. Сол кезде өзінің 40 шілтендерін шақырып алды дейді ғой. Осы елдің хан өледі, дүниеден өткеннен кейін хан болады деп жүрген адамдарын алып келіңдер деп. Бір 40 шілтеннің 14-і сол елдің биінің баласына келеді. Бір 15-і сол елдің патшасының баласына келеді дейді. Бір 11-і Әмір Темірді әкелді дейді ғой. Үшеу. Сол кезде ана бидің баласыден сұрады дейді, оны мен балам, осындай не қандай жаза қолданасың? Қалдай жаза қолданасың. Сол аңыздағы Әмір Темірді қолдау әулиелердің қолдаған деген бар, иә, сол хан болғанда туралы. Бар. Әмір Темір алады да қылышын суырып басын шоп тастайды ғой. Иә, басын шоп тастайды. Бұл енді мынау тарихи тұлғаны жасау, әдебиетте, тарихи шежірелерде тұлғаны жасаудың бір амалы, әдісі, ол да болуы мүмкін. Екінші жағынан жаңағы тұлғалар да оңай тұлғалар емес қой арасында. Негізі жай адам ондай не болмайды. Жай емес қой. Олар туралы жазушы адамдар да, жаңағы мәшһүрлер де жай адам емес. Жай адам емес. Біз қарапайым адам деңгейінде суреттейміз ғой. Бізге факті керек, анау керек.
кезде сол енді бір мәшһүрлерден шыққаннан бұл сол жай аңыз емес деп ойлаймын мен. жай аңыз емес. Ол жерде бізге де бір трансцендентті білім жетіспей жатады да. Жаңағы бағалау үшін. Рухани білім. Иә. Бізге де білім жетіспей жатады. Сондықтан да біз мәшһүрді де бағалау, Ақсақ Темірді де бағалау, басқа ұлы тұлғаларды бағалау болашақ заманның үлесі ғой деп ойлаймын. Тарихшылар соған ұмтылу керек. Солай емес пе? Солай, дұрыс айтасыз аға. Сонымен қатар осы президентіміз осы симпозиумда айтты ғой, ұлы даланың осы мәдени коды ол Яссауи мұрасында жатыр деді аға. Енді біз осы Яссауи мұрасын игеру арқылы осы мәдениетімізді игере аламыз ғой, иә, түсіну арқылы код деп тұр ғой. Яссауи мұрасын ұлы даланың осы рухани коды деп тұр мәдениетіміздің. Енді игереміз деп айту оңай жалпы. Оны игеру үшін жаңа айтып отырмыз ғой, өзімізде де бір қасиет болу керек ау. Яссауи жаңағы коды деп отырсыз ғой, иә. Код деген сөз ол формула. Хикматтың, диуани хикматтың әр жолы бір формула ғой, әр код. Біз әлі күнге дейін Абайды толық игере алмай жатырмыз. Әлі күнге дейін Абайды қабылдай алмай жатырмыз да. Абай тойларының барлығы бертіндегі Абайдың өзін дейсіз ғой. Иә, бертінгі ғой енді. Жасанды бірдемеге айналып кетеді ғой. Қаншама осы қараймын, сол бір қазақтың той жарысына айналып кетеді. Қанша кигіз үй тікті, үйтті, бүйтті. Сосын Абайды тәпсірлеу, Абайды талқылау мәселесі, Абай өлеңдерін. Онда да жетіспей жатқан дүниелер көп қой. Былтыр ғана Абай өлеңдерін қарап шығып, мына тіпті баспадан кеткен қателердің өзі де жетіп жатыр біздің Абайдың екі томдығында. Ал енді Яссауи мұрасы дегеніңіз, ол дегеніңіз үлкен бір ғылымның тісі батпайтын қара тас қой ол дегеніңіз. Жақпар биік тас. Бірақ әуелі бұл шіркінді бастау қиын дейді ғой. Бастау керек. Біздің әкелеріміздің әкелері Яссауи хикметтерін оқып жылап отырушы еді. Диуани хикметтерін. Соны жатқа білуші еді. Біз ең болмағанда солардың деңгейіне қарай жақындауымыз керек та. 20 ғасырдың басында. Яссауиді кәдімгідей сөзімізге мысал қылып айтып отыруымыз керек қой. Сосын ақырында бұны тәпсірлеп, түсініп, Яссауидің мына сөзінде мындай құпия жатыр, мындай ілім жатыр, мындай бір түсінік жатыр деп сол бірте-бірте жақындаймыз ғой деп ойлаймын. Өйткені өзі мына тіпті Яссауи күмбезіне барсаңыз, Түркістанда Әзірет Сұлтанға барсаңыз, мен жігіттерге де айттым бұл жерде қорық музейдің. Ең болмағанда бір күнді зиярат тәртібімен, таза зиярат тәртібімен жұмыс істеу керек бір күн. Жұма күндері мәселен, иә? Сол емес пе? Сол жерде Яссауиді жатқа оқитындар келу керек сол жерде. Солардың бір жарыстары болу керек. Оларға Яссауиға түскен қаржы Құдайға шүкір құйылып жатыр ғой, Яссауиға құйылып жатыр. Сол қаржыдан жаңағы Яссауи танушыларға, жаңа зікірия сияқты азаматтарға қаржы бөлініп отыру керек. Білдіңіз бе? Қолдау жасалып отыру керек. Ол жай сөзбен айтқан болмайды. Бұл жерде оны ынталандырудың тетіктерін ойлау керек. Сондықтан осы мәселелер дұрыс шешілсе, Яссауи өзімізге қайтып келеді. Ал енді біз әзір мына жалаң ұрандармен жүре берсек, Яссауидің ауылы сол алыс болады. Қағаз күйінде қала береді дейсіз. Қағаз күйінде, жалаң ұран күйінде қала береді. Ол мысалы ол Яссауи деген, ол сіздің жүрегіңізге ие оламай, менің жүрегіме ие оламай, өзгенің жүрегіне ие оламай, Яссауиді біз тани алмаймыз ғой. Халықтың көпшілігі Яссауиді тану керек та, Яссауиді қабылдау керек. Сол кезде Яссауи жарқырап көрінеді. Мысалы баға өзіңіз айтып отырсыз ғой аға. Мысалы өзіңіздің әкеңіз, ата бабаларыңыз оның хикметтерін жатқа айтып отыратын деп. Ол кісілерде жалпы Яссауи атаға деген
сол уақытқа дейін бір не болған ғой, иә, біздің дәстүріміздің негізіне айналып кетіп отыр ғой. Мысалы қазақтың жат қайту дегеннің өзі де тегін нәрсе деп ойламаймын мысалы. мына совет өкіметі орнағанға дейін Иә. 30-шы жылдарға дейін Мгм. Түркістанға барып келген адамдарға арнайы бірадар деген атақ берілуші еді. Мгм. Бірадар деген сол сопылық жаңағы Мгм. яссауи мектебінің өкілі, Мгм. сол анау кірді жаңағы Мгм. яссауи іліміне деген Мгм. атақ Сопылық. болсын. Менің нағашы атам Ақшал бірадар деген адам. Мгм. Шешемнің әкесі Мгм. Ақшал бірадар. Түркістанға барған, иә? Түркістанға мына ақ қашып қызыл болып соғыс болып жатқан уақыттарда Мгм. бізде Жырыш қажы деген қажы болған, сол кісі екеуі барған екен да. Мгм. Жырыш қажы сол бір қызын алып сонда Ахмет Яссауидің басында қожаларға нәзір қылып беріп кеткен екен. Мгм. Біздің нағашы атамыз сонда барып бірадар деген атақты алып қайтты. Мгм. Бертінге дейін сол бірадар атағымен өмір сүрді, елдің алдында өте беделді болды. Мгм. Сол Ахмет Яссауидің жырларын хикметін жатқа айтып жылап отырған адам. Мгм. Құдай тағаланың құдіреті мына 30-шы жылдары біздің елде аштық қатты болды. Мына Қарағанды маңайындағы ел Мгм. қырылып қалды. Қарағандының өзіне кіргізген жоқ. Ана НКВД 4 жақтан келетін 4 тарап жолды жауып, қазақтың барлығы жеткен сол жерге Қарағандының шетіне жетіп қырылып жатты да. Мгм. Біздің өз әкелеріміз Ресей асып кетіп, оң басып кетіп, пысықтығымен ана орыс тілін білетіннің арқасында сөйтіп тірі шықты. Мгм. Ал енді менің нағашы атам, жаңағы бірадар атам, ешқайда да барған жоқ. Мгм. Сол бізде Қорғанкөлдің жақасында сол жердің балығы, құсы, құсының жұмыртқасы, сонымен бала шағасын алып шықты. Мгм. Елдің Аштықтан, иә? аштықтың кезінде. Мм. Сосын маңайдағы анау адам көп өлген ғой, жол бойы. Соның барлығын көміп отырыпты бейшара жаңағы жерде. Мм. Сонда Яссауиға бару, Түркістанға бару, ол үлкен құрмет, зор атақ етті сол заманда. Сол уақытта, иә? Мгм. Мгм. Біз бертінге дейін бірадар атағынан біздің нағашы атамның атынан қорқатын қасиетті деп. Бала кезімізде жолдың бойында бейіті жаңа иманды болсын деп, Құдай рахмат айласын деп, сол міндетті түрде айтып отырушы едік та. Мгм. Елді неше түрлі әңгімелерді айтушы еді. Жаңағы бірадар атамыз дейді ғой, енді бірадар атамыздың жаңағы көрсеткен бір қасиеттері деп. Ана дүниеде жүрсе де мына дүниедегі адамдарға жасаған қамқорлықтарын. Мгм. Сондай деңгейде қабылдау болса Мгм. Яссауиді, онда бізде жаңағы ана нағашы атамыз сияқты жаңағы көлдің жағасындағы жаңағы шөппен, жаңағы шөптің тамырымен, құспен, құстың жұмыртқасымен, балықпен тірі алып қалған сияқты халқымызды аман сақтап қаламыз. Мгм. Көрдіңіз бе? Мгм. Міне мен өзім осылай бір параллель Мгм. жасағым келіп отыр. Яссауи іліміне деген осындай құрметің бар дейсіз ғой, иә? Иә, құрметім бар, өйткені ол менімен тікелей байланысты да. Иә. Менің нағашы атам арқылы Тарихымен, ата байланысты. бабамен дейсіз ғой. Иә, нағашы атаммен байланысты. Әркімде де сондай бір байланыс болу керек. Аха. Жамбыл аға, бүгін келіп осы сұхбат бергеніңізге, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Президентіміздің айтқан осы Алтын Орда қазақ мемлекеттілігінің негізі деген осы симпозиумда көтерген мәселеге біз де өз ойымызды қостық. Және де осы яссауи қазақ мәдениетінің ұлттық ұлы даланың мәдениетіміздің коды деген осы сұрақтарға да өзіңізден бір жауап алдық деп ойлаймыз аға. Рахмет. Әрқашан осы тарихымыздың сіз жанашырысыз. Сіздің осы жазған тарихыңыздан қазақтың осы ұлттың ұстыны болатындай мемлекеттілігіміздің тұғырының берік болуына сонда негіз болсын деп тілейміз. Сіздің жазған осы ізденіп жатқан осы ғылыми ашқан негіздеріңіз аға. Көп рахмет дейміз. Әлі де сізбен талай хабар жүргіземіз. Әмин. Өздеріңе де нәтиже тіледім, жақсы жеңіс тіледім. Яссауи бабамыздың рухы қолдай берсін өздеріңіз. Амин. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз.
келесі кездескенше сіздермен қоштаспаймыз.